Табиғат туралы толғанысымызды одан әрі жалғастырамыз. Алайда көз қуантар қуаныш емес, тосын құбылыс жөнінде айтпақпыз. Көкшетаулықтардың бірнеше апта бойы аптап ыстыққа қақталып, көктен жаңбыр тілегені рас еді. Тілек қабыл болды, нөсер жаңбыр төгіп бір берді. Өкініш сол, ондай жауынға не көшеміз, не тұрғын үйлеріміздің төбесі дайын болмай шықты. Жаппай емес әрине, бірен саран көшемен бірер үй ғана. Сонда да болса дайындығымыздың тұтас, кем-кетігіміздің мүлде болмағанына не жетсін. Дұрысында жаңбыр жауғанда жабырқаған жөн емес. Өйткені ол егінімізді өсіріп, жайлауымызды жайқалтар қуаныш қой. Роза Шыныбекова көп мөлшерде түскен мұндай жаңбырды көпке дейін ұмытпаймын дейді. 25 маусым күнгі табиғат құбылысы оның отбасылық тұрмысына көп кері әсерін тигізді. Сол түнді ол жұбайы екеуі төбеден аққан суды сыртқа төгінмен өткізді. Олар осылайша мүліктерін бүлінуден сақтауға тырысыпты. Бірақ бұл әрекеттен айтарлықтай нәтиже шықпаған. Үй бейне бір су үстінде салынғандай кейіпте. Осыған байланысты Шыныбековтар отбасы балаларын уақытша тұратын басқа орынға жіберіпті. Ерлі зайыптылар әзірше үйді қалай қалыпқа келтіретін білмей әлек болуда. Ал коммуналдық қызмет өкілдері Панфилов көшесіндегі 29 үйге көмек көрсетуге асығар емес. Сделали бы стек по улице. Бұл қиындықтың туындауының бір себебі біздің көшеде жауын су ағатын арнайы жолақтар жасалмаған. Соның салдарынан осындай халге түстік. Қазір асханадағы су тізеге жетеді. Басқа амал болмаған соң 2 күн сонда шай ішуге мәжбүр болдық. Үйді су жәндіктер басып барады. Оны көріп тіпті ішке кіргің де келмейді. Жауыннан кейін су басқан көше, подъездер мен гараждарда баршылық. Маусымның 25-тен 26-сына қараған түнде Қазгидромет мамандарының айтуынша 1,5 айлық мөлшерде жауын түсіпті. Соның салдарынан 80 үйге зиян келген. Бұл төтенше жағдай департаментінің дерегі. Ендігі алаңдататын сұрақ біреу: жәбірленушілерге материалдық көмек бола ма? Есть такое положение, что социальная помощь будет оказана. Ереже бойынша барлық қажетті құжаттар тапсырылған жағдайда 48 000 теңге көлемінде көмек көрсетіледі. Комиссия тексеріс жүргізетін болады. Көп мөлшерде шығындалған азаматтарға қосымша көмек қарастырылған. Бүгіндері қалалық әкімшілік жанынан құрылған комиссия зерттеу жұмысын бастапты. Үйлерді судан тазарту үшін төтенше жағдай департаменті 21 техникасын жұмылдырған. Айтпақшы, жаңбырдан тек жер үйлер зардап шекпеген. Янко көшесіндегі 69-шы көп қабатты үйдің тұрғындары шатырды жөндеуге 100 000 теңге жинап бергендіктерін айтады. Ал пәтер иелері кооперативінің басшысы болса, шатыр толық жөнделді, бірақ ауыстырылған қондырғы шүберекпен бекетіліп қалған деп түсіндірген болды мәселені. 5-ші қабатта тұратын Бектас Әлібековтің пәтерін төбеден аққан су түгел алып кеткен. Тұрғындар түні бойы су тасумен әлек болған. Мынау ең көршімдерде тоже тағы нелер. Бұл ремонт бірінші неден кейін, жаңбырдан кейін енді бәрі бітті деп ремонт жасапты өз үйіне. Мен ол көрмедім ремонт жасауға. Ол 500 000 ремонтын енді далаға кетті. Көкшетауда 1 айға жуық жаңбыр болмаған еді. Кенет шайдай ашық, аспанда әп-сәтте бұлт үйіріліп, нөсерлі жауын төкті де тастады. Толассыз жауған жауынның мөлшерінің көптігінен жердің ылғалдығы 67 мм-ге жеткен. Мұндай тосын жайттар жыл сайын бола бермейді. Мысал, 90-шы жылдары бір түнде 81 мм жауын түскен, тіпті 99 мм болған жағдайда болған. Мұндай құбылыс өте сирек болады. Адамның зардап шегуіне үйдің құлағандығы туралы дерек тіркелмеген. Қазірге алдын ала адамдар мұндай тосын жайтқа дайын емес екендігі туралы қорытынды жасауға болады. Құтқару саласының қызметі өз алдына жеке әңгіме. Ернұр Нұрғалиев, Ердәулет Байдуллаев, Марат Тоқмағамбет, Әсем Қаматайқызы, Сабырбек Құлатайұлы, Апта.